Hello children. Now let's start today's lesson. There is zero. Қайырлы күн балалар. Бүгін біз there is zero тақырыбын өтеміз, яғни грамматика өтеміз балалар. Exercise 1. Read the examples and complete the rules in your notebook. Яғни бұл жерде балалар қараймыз. Жекеше түр және көпше түр деген болады. There is zero дегеніміз жалпы бар, мына жерде орналасқан деген мағынада қолданамыз. Яғни бір заттың бір жерде орналасқандығын айтатын кезде қолданамыз. Жекеше түрде there is, ал көпше түрде zero. Болымды сөйлемде де солай, болымсыз сөйлемде there isn't, there aren't, Ал сұраулы сөйлем болған кезде is алдына шығып кетеді. Is there, көпше түрде are there, Қараңдар. There is a living room. There isn't garden. Is there a kitchen downstairs? Yes, there is. No, there isn't. There are 2 bedrooms upstairs. There aren't any windows. Are there flowers in the garden? Yes, there are. No, there aren't. Affirmative дегеніміз болымды, negative болымсыз, одан кейін interrogative сұраулы, short answers қысқаша жауап. Енді шетіне қарасаңыздар, we use деп тұр. In the single, жекеше түрде қайсысын пайдаланамыз балалар? There is, there isn't пайдаланамыз. Болымды болымсыз сөйлемде пайдаланамыз. We use in the plural, яғни көпше түрде қайсысын пайдаланамыз? Қай түрін? There are, there aren't түрін пайдаланамыз. Ал we use in questions, сұраулы сөйлемде қайсысын пайдаланамыз? Yes. Is there, are there, Is there a kitchen downstairs? Are there flowers in the garden? Осылай пайдаланамыз. Енді осы ережелерге сүйене отырып, қалған жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар балалар. Exercise 2. Look at the picture. Complete the gaps in the sentence with the correct form of there is, there are. Яғни суретке қараймыз және де сұрақ қоямыз, сұраққа жауап береміз. Сұрақ қойғанда біздің зат есімдерге қараймыз. Егер де ол жекеше түрде тұрса, there is, көпше түрде болса there are. Яғни бұл жерде ылғи сұрақ болғаннан кейін не істейміз? Is there, are there пайдаланамыз балалар. Бірақ жауап беретін кезде міндетті түрде суреттен қарауымыз қажет. For example, is there a bookcase in the living room? Яғни мына демалатын бөлмеде кітап сөресі бар ма дейді. Суретке қараймыз. Кітап сөресі тұр. Демек, yes, there is. Мұнда бар. Осы секілді қалғандарында жазып шығуымыз керек. Any books дейді. Яғни books деп тұрған бізде қандай? Көпше түрде кітаптар деп тұр. Ол үшін біз қайсысын пайдаланамыз балалар? Көпше түрдегі are there. Are there any books in the bookcase? Яғни кітаптар бар ма дейді. Сол кітап сөресінде кітаптар бар ма дейді. Кітаптар көріп тұрмыз. Yes, there are. Яғни сұрақ көпше түрде қойылса, жауап та көпше түрде болады балалар. Сұрақ жекеше түрде қойылса, жауап та жекеше түрде болады екен. Осылай қалған сөйлемдерді толықтырып шығамыз. Next, exercise 3. Fill in the there is, there isn't, there are, there aren't to make the sentence true for you. Tell your partner. Яғни, in my bedroom дейміз, біздің немізде, жатын бөлмемізде не бар? Өзіміздің ыңғайымызға қарай, сіздер үшін қайсысы дұрыс? Сіздердің ұйықтайтын бөлмелеріңізде не бар, не жоқ, солай there is zero конструкциясын пайдалана отырып сөйлем толықтыруымыз керек. Мен сіздерге өзінің нұсқамды қалдырдым. Мысалға, менің ұйықтайтын бөлмемде төсек орын бар. Мен сонда there is a bed деймін. Ол жақта кілемше бар. There is a carpet. Ол жақта 3 орындықтар жоқ. Сол үшін there aren't 3 chairs деген секілді өзіміздің ұйықтайтын бөлмемізді сипаттап жазуымыз керек бұл тапсырмада. Exercise 4. Read the examples and complete the rules as I say in your language. Яғни мысалдарды оқимыз және ережелер толықтыруымыз керек. There is a sofa. An артикльдер біреу деген мағынаны білдіреді. Яғни бір ғана затты айтатын кезде қолданамыз. There is a sofa. Мынау диван, мұнда диван бар. There is an armchair, мұнда кресло бар. There are some chairs, яғни көпше түрде қолданылады, бірақ болымды сөйлемде. Біраз деп аударылады, біраз орындықтар бар. There aren't any paintings.
суреттер жоқ, біраз суреттер жоқ. Are there any posters? Плакаттар бар ма деген сөз, иә. Енді төменге қараймыз. We use a and some, иә, болымды сөйлемде қолданылады. We use негативте any қолданылады. We use questionда да any қолданылады. Яғни any дегеніміз болымсыз сөйлеммен сұраулы сөйлемдерде көпше түрдегі тұрған зат есімдермен бірге қолданылады. Ал болымды сөйлем жасайтын болсақ, ол кезде біраз дегенге some қоямыз, иә. Түсінікті ғой балалар. Енді осыған байланысты 5-ші жаттығуды орындаймыз. Exercise 5, fill in some or any. Яғни қараңыздар, some мен any'ді қоюымыз керек. Ол үшін не істейміз? Қасындағы зат есімге қараймыз. Я, барлығы көпше түрде тұру керек. Барлығы көпше түрде тұр. Одан кейін не істеуге қараймыз? Ол қандай сөйлем? Сұраулы сөйлем бе? Болымды сөйлем бе? Болымсыз сөйлем бе? Если сұраулы сөйлем мен болымсыз сөйлем болса, any қоямыз да, ал болымды сөйлем болса, some қоямыз. Осымен бүгінгі жаттығулар аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше.